Сәлем менің YouTube көрермендерім, сіздермен бүгін тағы да бір ақпаратпен бөлісе кетейінші. Біліп жүріңіздер, аман жүріңіздер. Бүкіл тамақтың бәрін бірдей жылытып жеуге болмайды. Кейбірін жылытамын деп уланып қалуыңыз да мүмкін. Біріншісі, яғни картоп. Қуырылған картопты бірден жеген дұрыс. Себебі бұл тағамда бактерия пайда болуы мүмкін. Екіншісі, құс еті және жұмыртқа. Мұның себебі өнімнің құрамындағы ақуызда. Жұмыртқа не тауық етін қайта қыздырған кезде құрамындағы ақуыздың құрылымы өзгеруі мүмкін. Ал бұл өз кезегінде асқазан жұмысын бұзуы қаупі өте жоғары болады екен. Үшіншіден, кешегі сорпа. Негізінен кешеден қалған сорпаны жылтып ішудің ешқандай қаупі жоқ. Дегенмен, егер оның құрамында балдыр көк, ас жапырақ немесе қызылша болса, абай болуымыз керек. Олардың құрамындағы нитраттан тамақты қайта қыздырған кезде токсин бөлініп, тіпті канцерогенді заттар түзілуі мүмкін. Айта кетейік, бұған дейін онколог қандай жағдайда микротолқынды пеш қатерлі ісік тудыратынын түсіндірген еді. Микротолқынды пештің негізі электромагнитті толқындар. Дәл осындай толқындар мысалы қарапайым ұялы телефондарда да бар. Тек микротолқынды пеште олар сыртқа шықпайды. Қатерлі ісіктердің дамуы радиация, темекі шегу, вирусты аурулар, сондай-ақ тұқым қуалайтын бейімділікке байланысты. Құрметті менің YouTube көрермендерім, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Менің ақпаратым сіздерге пайдалы болса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесіде жаңа видео шығарамын.